Бәріңе сәлем, байланыста жұмбақ әлем. Алдыңғы шығарылымда біз испандық коррида туралы айтқан болатынбыз. Видеоны жоғарыдағы сілтеме арқылы көре аласыздар. Ал бүгін американдық родео туралы айтқым келіп отыр. Родеоны көбінесе ковбой сөзімен байланыстырады. Бұл мансап нағыз ерлерге арналған қауіпті спорт түрі саналады. Вестерн киноларында ковбойларды револьвер ұстап, атқа мінетін өжет жауынгер етіп көрсетеді. Шын мәнінде олар мал бағатын қарапайым шопан болғанымен, білуі қажет бірталай міндеттері бар. Американдық шопан мықты шабандоз болып қана қоймай, қауіп төнген жағдайда өзін және малды қорғай білуі керек болған. Ковбойлар бақылайтын табындарды иемденгісі келетін мексикалықтар мен үндістер көп болды. Сол себепті олар лассоны жақсы қолданып, карабин мен револьвердан дәл ату шеберлігін дамытып отырды. Ал ауыр жұмыстан бөлек, қолы боста ешқандай ойын-сауық болмағандықтан, демалу кезінде олар атудан, лассо лақтыру, жабайы бұқалар мен жылқыларды бағындырудан ойындар ұйымдастырған. Кейіннен мемлекет дамуына байланысты заңдар өзгеріп, мал табындарын қорғау қажеттілігі жойылды. Алайда жылқы үйретіп, бұқаға міну салты ойын-сауықтан жарыс түріне айналды. Көп ұзамай жарыстар спорт түрі ретінде таныла бастады. 1883 жылы Техас штатының Пекос қаласында алғаш рет родео деп аталатын спорт түрінен жарыс өтті. Родео атауының өзі испан тілінен аударғанда қоршау немесе айдау деп аударылады. Ал жылқылар мен бұқаларды отарға жинау бұл ковбойлардың тікелей міндеті болып табылады. Жалпы родеоның өзі бірнеше түрге бөлінеді. Мысалға, елдер атқа мініп жылдамдыққа бөшке тосқауылдарынан өтуден жарысса, кішкентай балаларды бұқалардың орнына қойға отырғызады. Родеодағы ең қауіпті түрі жабайы бұқа мен атқа міну. Жарыстың келесі кезеңіне өту үшін ковбой жабайы бұқаның үстінде кем дегенде 8 секунд отыру керек. Бірақ ашуланған жануар қалайда шабандозды арқасына лақтырып тастайды. Бұл жерде маңыздысы құлаған кезде жарақат алмау. Америкада 5000-ға жуық ковбойдан тұратын родео кәсіпқойларының қауымдастығы бар. Қауымдастық жыл бойы 600-ге жуық іріктеу жарыстарын өткізеді. Қаңтар айында Денверде ұлттық мал көрмесінде жыл сайын ең үлкен жабық родео өтеді. Үлкен жарыстар Нью-Йорк пен Чикагода өткізіледі. Желтоқсан айында Лас-Вегаста ең жақсы 15 ковбой финалдық кездесуде жеңімпазды анықтайды. Родеоға қатысатын ковбойлардың табыстары кейде жылына $100,000 дейін жетеді. Бірақ олардың табысы мен қауіптілік дәрежесі басқа спорт түрлерімен салыстыруға келмейді. Ковбойлардың жарыстарда тапқан ақшасының көп бөлігі әдетте жарақаттарын емдеуге жұмсалады. Кейде тіпті әйгілі ковбойлар родео жарыстарында өлуі орын алады. Дегенмен американдық ковбой болу бұл тек мамандық емес. Бұл өзінің ерекше мәдениеті, философиясы, кантри музыкасы бар өмір салты болып табылады. Родеоға қатысу бұл ковбойдың батылдығы мен ерлігін көрсетеді. Менің бүгінге айтарым осы, достар. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.